Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбек қызы. Бүгінгі видеода қызылшадан өте жеңіл әрі дәмді, жасау жолы өте оңай салат дайындайтын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі қонақтар келгенде жылдам жасалады, әрі дастарханның көркін ашады. Құрамы денсаулыққа пайдалы дәрумендерден тұрады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкамыздың қабығын ашып, теркамыздың майда жағынан өткізіп аламыз. Біз қазір бұл картошкадан фри жасайтын боламыз. Сондықтан да өте майда болуы қажет. Неге осылай болып шығуы қажет. Енді оның үстіне суымызды құйып, жуып, үстіне кішкене ғана тұзымызды сеуіп, тағы да жуып, суымызды төгіп тастаймыз. Ендігі салфеткамызды төсеп, оның үстіне осы картошкамызды жайып шығамыз. Салфетка біздің картошкамыздың суын өзіне бойына сіңіріп алу қажет. Сол кезде біздің фриіміз бір-біріне жабыспай өте жақсы шығатын болады. Енді сәбізімізді терканың майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Менде сәбіз піспеген, міндетті түрде піспеген сәбізді қолданыңыздар. Неге осындай болуы қажет. Енді сәбізіміздің үстіне шым-шым тұз салып, қолымызбен мыжып аламыз. Алдын ала қайнатып алынған қызылшамызды теркамыздан өткізіп үстіне қосатын боламыз. Терка менде өте майда, осындай болып шығуы қажет. Оның үстіне капустамызды өстіп теркадан өткізіп қосамыз, болмаса майда қылып турасаңыздар да болады. Оның үстіне жүгерімізді саламыз. Неге жүгері? Оның үстіне саламыз. Енді табағымызды қыздырып, үстіне майымызды құйып, біздің бағана құрғап тұрған картошкамызды осылай салып фри қылып аламыз. Барлығын осылай қуырып аласыздар. Неге біздің картошкамыз бір-біріне жабыспай, өте жақсы шығып жатыр, өйткені суын әбден құрғатуымыз қажет. Дайын болған фриімізді осы біздің дайын салатымыздың үстіне жартысын қана қосамыз. Жартысын осы ішіне қосамыз. Ішіне қосып, үстіне майонезімізді, 2 қасық майонезімізді салып, татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді 2 тарелкамызға бөліп салып аламыз. Үстінің төбесін үйіп салсаңыздар өте әдемі көрінеді, жақсы вид беретін болады. Мінекей осы видеода көрсетілгенде біздің алып қалған жарты фриіміздің өстіп үстіне қаптап шығатын боламыз. Міне біздің қызылшадан өте жеңіл әрі дәмді болып шығатын, жасалу жолы өте оңай салатымыз дайын болды. Өздеріңіз видеода көргенде жасалу жолы өте керемет әрі жылдам тез жасалатын салат бұл. Бұл салаттың ерекшелігі қонақтар келгенде жылдам жасалады. Әрі дастарханның көркін ашады, жақсы вид береді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерде де сөзсіз керемет әрі дәмді болып шығатын болады. Құрамы да денсаулыққа пайдалы дәрумендерден тұрады. Менің видеом ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, бір белгі қалдырып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған келін Майра Құлан.